Баршаңызға сәлем ағайын. Бүгін уәделескендей тағамдағы микроэлементтер мен витаминдер жайлы сөйлесеміз. Өйткені бүгінгі сіздерге арнап дайындаған тағам микроэлементтер мен витаминдердің қайнар көзі болып табылады. Енді алдыңғы түсірілімде ой жүгіртетін ашық сұрақ тастап кеткем. Соны еске салсақ, микроэлементтер мен витаминдер ағзамызда қор болып жиналама деген. Бұл сұраққа өзім жауап бере кетейін. Әрине жоқ. Өйткені олар өз жұмысын атқарып, қорытылып шығып кетеді. Және медицинада авитаминоз деген термин болмаушы еді. Авитаминоз деген латын тілінен аударғанда витаминнің жоқтығынан немесе жетпеуінен туындайтын аурулар. Бүгін осындай витаминге бай тәттінің 3 түрін көрсетем. Ал сіздер лайк қойып, арнама тіркеліп кетіңіздер. Бұл рецепті бірінші кезекте офлайн жағдайда мектепке немесе балабақшаға барып жүрген балақайларға арнаймын. Бірінші тәтті қоспасы. 4 ас қасық күнбағыс дәні, 4 ас қасық күнжіт, 2 ас қасық зығыр дәні, яғни лен, 1 ас қасық мак, 1,5 ас қасық бал, 1 банан қажет. Осы дәндерді алып, 1,5 ас қасық бал қосылған езілген бананға араластырып, 2 сағатқа мұздатқышқа қойып қою керек. Құрметті ағайын, бананның көлеміне байланысты тәтті сұйықтау болып қалса, уайымдамаңыздар. Мұздатқышта тұрып, аздап қатайғаннан кейін оны домалақтап формасын келтіруге болады. Тәттінің екінші түріне 1 пачка құрма, 300 грамм күнбағыс дәні, 70 грамм күнжіт қажет. Құрметті ағайын, егер дәндер тіске қаттырақ болады деп ойласаңыз, алдын ала үккіштен өткізіп алсаңыз болады. Негізі дәндер аршылып, қуырылған дайын болса да, сонда да мен оларды аздап қуырып алам. Дәндер суығанша құрманы сүйегінен аршып, кең ыдыста езіп пюре жасап аламыз. Ол үшін құрманың жұмсақ сортын алу керек. Сосын осы массаға күнбағыс дәнін әбден араластырып алып, домалақтап, күнжітқа илеп, 2 сағатқа мұздатқышқа қоямыз. Тәттінің үшінші түріне 50 грамм күнбағыс дәні, 25 грамм күнжіт, 25 грамм зығыр дәні, 60 грамм су, 100 грамм кепкен өрік, яғни курага, 2 ас қасық овсянка қажет. Бірінші кепкен өрікті 60 грамм суда қайнатып аласыз да суытып қоясыз. Мен алдын ала қайнатып суытып алдым. Оны енді үккіштен өткізіп, шыққан массаға дәндерді қосып, әбден араластырып, домалақтап, 2 сағатқа мұздатқышқа қойып қоямыз. Енді осы қоспалардың құрамына қандай микроэлементтер мен витаминдердің кіретініне тоқтала кетейін. Бірінші құрма. Құрманың құрамы микроэлементтерге бай: медь, темір, магний, цинк, марганец, калий, кальций, фтор кіреді. Витаминдер А, С, В1, В2, В6. Және ерекше тағы бір қасиеті құрманың басқа жеміс-жидектерден оның құрамында 23 түрлі амин қышқылдары бар. Ол амин қышқылдары ағзадағы белоктың құралуына көмектеседі. Құрманың қызметі вируспен күресуге көмектеседі, қақырық шығарып, жөтелді басады. Анемия, гипертонияға көмектеседі. Ми, жүрек, бауыр, бүйрек қызметін жақсартады. Лен, яғни зығыр дәні. Оның құрамына тиамин, ниацин, омега-3, омега-6 кіреді. Бұл заттар бірге қанның холестеринді төмен түсіріп, қан қысымын қалыпты етеді, метаболизмді жылдамдатады. Метаболизм ол организмдегі ішкен жеген тағамымыздың құндылығының калориясын энергияға айналдыратын процесс. Құрамында микроэлементтер темір, натрий, магний, цинк, кальций, фосфор, калий, витамин А, Е, витамин С, В тобы бар. Құрметті ағайындар, тиамин, ниацин, омега-3, омега-6 бұл мидың қоректік заттары. Баланың оқуға деген зейінін арттырып, есте сақтау қабілетін жоғарылатады.
Кунжутқа келсек, цинк, темір, магний, фосфор, кальций, калийге бай. Витаминдер А, Е, витамин С, В тобының витаминдері. Кунжуттың құрамында бағалы зат сезамин бар. Ол мықты антиоксидант. Қызметі жағынан терінің қартаюына жол бермейді және онкологияға қарсы жұмыс істейді. Тағы да қызметі жағынан иммунитетті көтереді, зат алмасу процесін жылдамдатады, ас қорыту процесін жақсартады, терідегі эпидермисті жақсартып, тері ауруларының шипасы болып табылады. Маг құрамы медь, кальций, фосфор, калий, магний, натрий, кобальт, темір, цинк кіреді. Витамин П, және Е. Күнбағыс құрамына витамин Е организм қартаюдан қорғайды. Жүрек пен қан тамырларға жақсы әсер етеді. Витамин А көздің көру қабілетін көтереді. Витамин банан май мен белоктың жоқтың қасы, бірақ минералдарға бай. Калий, магний, фосфор, В тобы витаминдері, С витамині, антиоксиданттар бар. Қураганың пайдасы: витаминдер В1, В2, А, С, ПП бар. Минералдар: фосфор, натрий, кальций, магний, темір. Бұлар бірігіп иммунитетті көтеріп, сүйекті нығайтады. Тағы бір ескеретін жайт, ол осы компоненттің кері әсері. Егер осы қоспаның бір компонентіне аллергияңыз болса, немесе бүйректе тас болса, қолданбауыңызға шақырамын. Құрметті ағайын, індеттен іштен қорғанып, ауырмай жүрейік. Егер сізге ақпарат ұнаса, лайк басып арнама тіркеліңіз. Және келесі пайдалы рецепті жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге мен Торғын, Ас ТВ Мастер каналынан.